баланың байланыстырып сөйлеу қабілетін арттыру үшін ата-аналар үйде осындай карточкаларды қолдансаңыздар болады. Мамандар мысалы баланы тексеру кезінде болмаса сабақ кезінде мысалы осындай карточкаларды жиі пайдаланып отырсаңыздар болады. Балаға өте пайдалы, қызықты, бала қызыға орындайды, реттілігі бойынша суреттерді қоя отырып, бала мысалы сұрақ қойсаңыздар да болады, сұраққа жауап бере отырып байланыстырып сөйлеу қабілеті дами түседі баланың. Мысалы мына жерде бала көре отырып есте сақтауы дамиды. Мысалы мына жерде бірінші суретте бала мынаны қою мүмкін, былай айту мүмкін. Бірінші суретте не көріп тұрсың десе, міне бірінші суретте күшік жалғыз өзі күн суып кеткен, күн суық, күз мезгілі, күн суықта күшік жалғыз өзі далада қалып қалды, қалың жаңбыр жауып тұр дейді. Сол кезде екі қыз сабақтан қайтып келе жатады. Екі қызға ат қойсақ та болады. Айгүл мен Айнұр сабақтан қайтып келе жатқан кезде жаурап отырған жаңбырдың астында қалған күшікті көреді де, екеуі оны бірден көтеріп үйлеріне алып келеді. Міне апалы сіңлі десек те болады. Айнұр мен Айгүл екеуі күшікті үйлеріне алып келіп, оған тамақ береді. Күшік сүтке тойып, тамаққа тойып алып, ұйықтап қалады деп. Міне қараңыздаршы, қандай әдемі сурет шықты бізде. Осылай балалардың байланыстырып сөйлеу тілін арттыруымызға болатын жақсы карточкаларды пайдалансаңыздар болады. Осылайша сабақтарыңызда, болмаса үй жағдайында да балалармен осылай ойнасаңыздар болады екен. Ойын арқылы баланың сөйлеу тілін байланыстырып, сөйлеу тілін дамытуға болады. Енді тағы да бір қараңыздар. Мына жерде суретті алатын болсақ, балаға қызықтыру керек. Бала мысалы байланыстырып сөйлеу қиын болып жатса, балаға айтамыз: қарашы, суреттен не көріп тұрсың? Бала қарап отырады да суреттен. Міне бірінші суретте тауық өзенде жүрген үйректі көреді де, келесі бетке өткісі кеп үйрекке айтады: мені балапандармен судың арғы бетіне өткізіп тасташы деп жатыр. Содан кейін жарайды, келіңдер, арқамызға мініңдер дейді. Сол кезде мына суретті қойып алады. Балапандар үйректің арқасына, және балапан үйректің арқасына, тауық үйректің арқасына мініп алып судың арғы бетіне өтеді. Мына суретті қарасақ, мына жерде тауық судың арғы бетіне өтіп, үйрекке ризашылығын білдіріп жатыр. Рахмет деп ризашылығын білдіріп жатыр. Өстіп, осылайша жаңа суреттерді бір-бірімен байланыстыру арқылы баланың сөйлеу тілін байланыстырып үйренуіне мүмкіндік туғызады екенбіз. Осындай карточкалар арқылы. Пайдаларыңызға жарасын. Әрқашан осындай қызықты тапсырмаларды балаларыңызбен бірге орындап, оқушыларыңызбен бірге орындап жүріңіздер.